Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше пирогтың рецептін ұсынбақшымын. Маковый пирог деп аталады. Дәмі де прям смак мороженое жеп отырған күйге енесіз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Описание бөліміне ингредиенттерін жазып кетем, сол жаққа өтіп қарай аласыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, және де колокольчикті басуды ұмытпаймыз. Ал бисмилля деп бастайық. Ол үшін ұнымызға майымызды саламыз, қантымызды саламыз, жұмыртқаны саламыз және разрыхлителімізді салып, осылай қолымызбен қамыр илейміз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр пайда болады. Ұзақ илеудің қажеті жоқ, ұндары біріксе жеткілікті сол. Мен осындай қамыр болады. Сол қамырымызды бірден формамызға орналастырамыз. Мендегі форманың диаметрі 22. Жана-жағына орналастырып, осылай бортиктерін көтереміз. Сонымен біздің тестамыз дайын. Енді біз начинкасын дайындаймыз. Ол үшін отқа төзімді ыдысымызға сүтімізді құйып, макымызды салып, жай отта қою болғанға дейін жақсылап араластырып тұрамыз. Ол видеоға жөнді түспей қалыпты. Содан соң творогқа сметананы қосамыз, қантымызды қосамыз, 2 жұмыртқамызды қосамыз және кукурузный крахмалымызды қосып, миксермен болмаса венчикпен 1 келкі масса болғанға дейін жақсылап араластырасыздар. Осылай жақсылап араластырасыздар. Бұл венчик менде макта тұрған венчик, сол себептен де мына қара-қара олар мактар. Осылай венчикпен ұзақ уақыт творогтарымыздың барлығы 1 келкі массаға келгенге дейін араластырып аламыз. Араластырып болған соң жаңағы қою макпен сүтімізді құямыз. Макты міндетті түрде жай отта қою болғанға дейін араластырып тұрыңыздар, асты күйіп кетеді. Содан соң жақсылап араластырып аламыз да, бағанағы тестамыздың үстіне бірден құйып жібереміз. Содан соң 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Сонымен біздің пирогымыз дайын болды. Өте нәзік, дәмі де сондай ерекше болып шығады. Жасап көріңіздер.